Есек жем немесе крапивница теріде және шырышты қабаттарда кенеттен қызарып, терінің күлдіруімен және қатты қышу сезімімен жүретін бөртпелердің пайда болуы. Есек жемнің негізгі белгісі денелерде бөртпелердің болуы, олардың қатты қышуы. Әдетте бөртпенің пішіні дөңес, түсі қызғылт болады. Тез және кенеттен пайда болады. Аллергия кезінде дене қызу көтерілуі де мүмкін. Есек жемнің пайда болуына, оның созылмалы түрге жетуіне әсер ететін көптеген факторлар бар. Есек жемнің себебі тек қана аллергия емес. Сонымен қатар аллергиялық емес заттар да есек жемнің қоздырушысы болады, яғни триггері болады. Енді оны қоздыратын бірнеше триггерлерге келетін болсақ, ең бірінші ол азық-түліктерден болатын есек жем. Бұл кезде бірінші цитрусты жеміс-жидектер, жаңғақтар, бал, жұмыртқа, клубника жатады. Ал екінші себебі ол дәрі-дәрмектердің әсерінен. Оның ішінде аспирин, ибупрофен және пенициллин жиі осы крапивницаны тудырады. Одан кейін жәндіктердің шаққан уының әсерінен дамиды. Одан кейін төртінші себебі әртүрлі физикалық тітіркенгіштер, яғни теріге түсетін қысымның әсері, ыстық, салқын, кейбір спортпен шұғылдану және күн сәулесінде ұзақ жүріп қалу. Одан кейін латекс, қан құю, бактериалды инфекция, оның ішінде зашырау жолдарының инфекциясымен фарингиттермен жиі ауырған кезде, вирусты инфекция, ОРВИ, инфекциялық мононуклеоз, гепатит кезінде, үй жануарларының түктері, әртүрлі өсімдіктердің тозаңдары және кейбір улы өсімдіктер осы есек жемнің триггерлері, яғни қоздырғыштары болады. Есек жеммен дүние жүзінде халықтардың 15-25% зардап шегеді. Бұл есек жем өз кезегінде уақытына байланысты жедел және созылмалы болып екі түрге бөлінеді. Есек жемнің жедел түрінде есек жем 1 аптадан 6 аптаға дейін созылады. Бұл кезде бөртпелер денеге бірден қаптап кетеді, бірақ тез қайтады. Ал созылмалы есек жем кезінде бөртпелер 6 аптадан бастап 1 жылға дейін жалғасуы мүмкін. Оның күшеюіне күннің сәулесі, суық тию сияқты сыртқы факторлар әсер етеді. Енді есек жемнің қалай дамитынына тоқталайық. Біздің денеміздегі шырлы клеткаларға, бұл шырлы клетка дегеніміз иммундық жүйенің клеткалары. Ол терінің астында, қан тамырларының айналасында орналасады, организмде көптеген реакцияларға қатысады. Осы шырлы клеткаларға сыртқы ортадан әртүрлі фактор әсер еткен кезде, шырлы клеткалар өз кезегінде биологиялық белсенді заттар бөледі. Оның ішінде жиі гистаминді көп бөледі. Ал бұл гистамин өз кезегінде қан тамырлардың өткізгіштігін арттырады. Қан тамырлардың өткізгіштігі артқаннан кейін, ол кезде қан тамырларының ішіндегі сұйықтық айналасында тіндерге жайылып кетеді. Соның әсерінен ісіну пайда болады. Есек жем квинке ісінуімен бірге жүру мүмкін. Квинке ісіну дейміз, немесе ангио ісіну, бұрынғы атауы ангионевротикалық ісіну деп аталады. Бұл кезде бұл патологиялық процеске терінің барлық қабатты қатысатын терінің ісінуі. Бұл квинке ісінуі аяқ астынан басталып кетеді. Бірнеше минуттың ішінде бірден үлкен көлемде ісіну болады. Бұл кезде ерін, қабақ, ұма, тіл, жұмсақ таңдай, миндалиналар, тыныс алу жүйесі, ас қорыту жүйесі және зәр шығару жүйесінде пайда болады және дем алуы қиындайды. Бұндай квинке ісінуі жедел түрде экстренный көмекті қажет етеді. Енді есек жемнің еміне келетін болсақ, ең бірінші біз осы есек жемді тудырған себепті, яғни триггерді анықтап, оны жоюымыз қажет. Екіншіден диета, яғни жиі аллерген тудыратын тағамдардан аулақ болу. Үшіншіден антигистаминді препараттар. Бұл антигистаминді препараттар гистаминнің бөлінуін жояды. Оның бірінші, екінші ұрпақтары бар. Бізге бұл кезде екінші ұрпақтары көмектеседі. Атап айтқанда ларатадин, дезларатадин, эриус, кларитин, эбастин, кестин, цитиризин, зиртек, цитрин сияқты препараттарды қолданамыз.
егер антигистаминді препараттардан қышыну басылмайтын болса, онда қосымша инъекция түрінде преднизолонды немесе дексаметазонды қосып қолданамыз.